Тегін өзгерткен адамның тағдыры да өзгереді. Өзгерістің оң немесе теріс боларын алдын ала қалай білеміз? Қазіргі уақытта аты жөнін ауыстыру сәнге айналып кеткендей, әсіресе өнер адамдары көпшілікке өз тегімен емес, лақап атпен танылуға әуес. Тек ауыстыруға құмар тағы да бір топ бар, бұл ер жігіттер. Әлбетте, олар өз тегіне тиіспейді. Тек өмірлік жарын өз ата-бабасының атын ауыстырып алғысы келіп тұрады. Бұдан да басқа жағдайлармен атын немесе фамилиясын жаңартатындар да бар. Осы тұста мына нәрсені ескеру маңызды. Адамның аты жөнін ауыстыру оның болашағына әсер етеді, яғни маңдайына жазылған тағдырын өзгертіп жіберуі мүмкін екен. Тек тану терең ғылым. Адамның шыққан тегінде ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан тылсым күш, қуатты энергетика сақталады. Осы қуат оның өмірлік жолында серік болады. Мінез құлқының қалыптасуына да ықпалы бар. Есім. Бұл біздің бағдарламамыз. Өмір жолында қалыптастыруға тиіс қағидалар. Әкенің аты ата-бабадан берілетін қасиеттер мен қабілеттер, олардың қолдауы мен қорғауы. Тегіміз қайдан шыққанымызды, қандай тектік бағдарламаны алып жүргенімізді, кім екенімізді айналаға паш етуші ақпарат. Осы тұста әркімнің өзінің есімі, әкесінің аты және тегі бойынша әріптік талдау жасау арқылы өз бойындағы құпия ақпаратпен таныса алады. А және Ә әріптері. Интеллектуалдық қабілет, философиялық терең ойшылдық, алдымен ақылға салу қасиеті. Б. Рақымшылдық, бәрінің қайғысы мен қиындығына ортақтаса алу, әркез көмекке келуге дайын болу, бүгіннен гөрі болашақты көбірек ойлау. В. Жасампаздық, білімділік, ой мен істің бытыраңқылығы, сыншылдықтың болмауы. Г. Логикалық, аналитикалық ойлау қабілеті, жаңалықтар мен ашылуларға деген құмарлық, қулық және адамдарды айтқанына сендіре білу қабілеті. Д. Мейірімділік, қоршаған ортаға қамқорлық. Отбасын, үй жайын бірінші орынға қою, бірбеткейлік, қырсықтық, өзін өзі кінәлай кетуге, жазғыруға бейімділік, молшылықта өмір сүру. Ж. Еті тірі, сауда-саттыққа икемді, табиғатынан қаржы мен қарым-қатынасы жақсы, финанстық сауаты жоғары, соның арқасында ақша жинап, орнымен жұмсай біледі. З. Сөзге шешен, тілге бай, табанды, ешкімнің ығына жығыла қоймайтын, сөзіне ере бермейтін тұрақтылық. И. Сөзде де, істе де бірізділік, ақшаға мұқтаждығы, қаржылық қажеттілігі жоғары, жеке дара оза шаба алмайды, топтық жұмысқа бейім, әртістік қабілеті басым. Қысқа И. Ұстаздық қызметке бейімділік, магиялық қабілеті, іште өзіне сенімсіздік. К. және Қ әріптері. Адамдарды сөзіне сендіре, дегеніне көндіре білу, әділдікке ұмтылу, ұйымдастырушылық қабілет. Л. Эзотерикаға жоғары қызығушылық, тылсымға сенгіштік, спиритикалық және астрологиялық, болжамшылық қабілет. М. Жағдайға тез бейімделу, еті тірі болу, ақыл ой еңбегіне бейімділік, аздап жалғанға жол бергіштік. Н. және Ң әріптері. Тұйықтық, адамдармен тіл табыса алмау, араласатын ортаның тарлығы, жеке өмірдегі қиындықтар. О. және Ө. Жалғыздықты, оңашалықты сүю, қиялға берілгіштік, жақындар тарапынан сатқындықты көп көру. П. Өз-өзімен, айналасымен татулықта, тыныштықта, үйлесімде өмір сүру, рухани байлық, қорғансыздық, дәрменсіздік. Р. Көңілдің, жанның тазалығы, адал ниет, тиімділік, ұтымдылық. С. Эмоцияға берілгіштік, еркіндік, магиялық қабілеттер, көшбасшылық, адамдардың жанын, жан күйін айтқызбай түсіне алу, қуаныш қайғысына шын жүректен ортақтаса білу. Т. Жан жақты талант, өнер тапқыштық қабілет. У. Дарындылық, ескішілдік, кертартпашылық, заңға, ережеге бұлжытпай бағыну. Ф. Терең түйсік, ұйымдастырушылық қабілет, сақтық. Х. Махаббатқа сену, сезімге берілгіштік, көп қырлылық, әділдік орнатуға деген құштарлық. С. Таланттық, күмәнға берілгіштік, адамдарға сенім артудың қиындығы, әртістік қабілет. Ч. Адамдарға жан ашығыштық, өзіне деген сенімсіздік. Ш. Беймазалық, қарбалас, бәрін өз қамқорлығын алуға, желеп-жебеп жүруге құштарлық. Ч.
эгоизм, мейірімсіздік, рақымсыздық, қатты және жұмсақ белгілер, алдау арбау, ұрық-құрыққа, қылмысқа бейімділік. Алкоголизм, зиянды әдеттер алдындағы әлсіздік. Қайғылы жағдайларға жиі тап болу, тауқымет тарту, ұрпағының алдында қадір-қасиетінің төмендеуі. Қулыққа, алдап арбауға, сатқындыққа бейімділік. Өзіне көңілі толмаушылық, өзін жазғыруға, айыптауға бейімділік, фанатизм, жанкештік. Міне, кісінің есімі болсын, тегі болсын, ондағы әрбір әрпінің осындай мән мағынасы бар. Аты жөніңізді ауыстыруға түбегейлі шешім қабылдап, қандай салдар болса да бас тартпаймын десеңіз әрине, ер көзіңізде. Тек жаңа ныспыңыз, не тегіңіздің құрамдағы әріптердің қандай мағына беретінін алдын ала білгеніңіз артық болмас. Қайткенмен, аты жөніңізбен бірге мінез құлқыңыз, қасиеттеріңіз бен қабілеттеріңіз де өзгеруі әбден мүмкін ғой. Ал мұның бәрі жиылып келгенде сіздің тағдырыңызды қалыптастырады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.